Дулат аға, енді көптен білесіз ғой. Сізді халық біледі, ұлт біледі. Алғашқы фильм Тәушен еді менің, Тәушен ақын туралы кезінде. Содан ана Ашарқы деген киноны түсірдім. 92 жылы сіз маған әкем жасай алмаған жақсылық жасап едіңіз. Соған бір рахмет айтайын деп мына сәтті пайдаланып отырмын. Сол кезде сіз телевидениеге директор болып келдіңіз. Менің кином жарты жыл сөреде жатқан шығарылмай. Содан жаңағы 31 мамыр күні жаңағы репрессия күні деп сөреден алып берді. Бірақ сол фильмді ары қарай насихаты жоқ. Ана шетелге шығаруға мен кинематографистер одағының төрағасынан нені сұрасам, телефонды, факста, Ораз Рымжановтан. Саған телефон берілмейді, сен бір шықсаң шетелге кетесің, саған жол жабық деді. Сөйтіп жүрген маған, сіз алдыңызда бүкіл елшілердің бәрін шақырып телевидениенің ішіне, сол жерде киноны көрсеттіңіз. Осыған рахмет. Соның ертесіне 2 күннен кейін ба, Қытайдың елшісінің үйінде қонақта болдым, бәрімен араластым. Содан мына Германияның елшісінің атташе дейді, мәдениет саласында. Сол менің фильмді сатып алатын болды. Сөйтіп, қанша ақша сұрайсыңдар, соншаны береміз. Германиядан бүкіл Европаға премьера жасаймыз деп. Қуанып жүрмін. Өзім Мыржақып Дулатовтың сүйегін алып келуге Карелияға кеткем. Содан ана бастығыма әкеліп, міне ақша келеді деп кеткем ғой. Сөйтсем, Әбжан Жақсыбеков деген директорым алғанда, менің кином үшін ана балалар жеген оқиғалар бар ғой бір, жаңа қазақ. Соны келіпті да, ана монтажер әйелге, Наталья Салмоновна деген, кәдімгідей отырып алып тұрып, қалилы қазақты әлемге масқарасын шығарайын деп жатыр. Бұл ашаршылықтың несі деп, жаңағы, сөйтіп жаңа кадрын бәрін қырқып, ішіндегі ең айғақтарды, қазаққа салынған геноцид. Сөйтіп, аналар, бұндай жаңа кесілген фильм бізге керек емес деп, олар бұрылып кетеді. Сол айтайын деген, қандай сіз әдем жол ашып беріп едіңіз, бірақ Құдайға шүкір, бірақ әйтеуір жаман емес, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткер деген атағын алып, шығармашылығымен жүріп жатырмын. Бірақ әйтеуір сол кезде ең бірінші шетелдіктерге шығарып, осындай жаңағы не алған. Соныңызға бір рахмет айтамай жүреді. Рахмет сізге. Жақсы. Енді жақсы шығармай әйтеуір шығады ғой. Әне Мұқағалиыңды жақсы естіп жатырмын. Соған әйтеуір бара алмай қалатын шаруам болды әйтеуір бір. Бірақ айтыпсың ана жігіттерге. Жүсіпбекке айтқан көрінесің ғой. Полат Қалымбетов оның режиссері. Ол да сол. Так. Сондай бір жақсы нәрселерді кейде уақытлы көре алмай қаламыз да. Сол бұрын ана кино үйі бар кезде жақсы еді, жерден көре береді. Бізде шығарма болса да насихатымыз жоқ еліміз. Насихаттау керек екен біліп тұрса да кежегеміз кейін тартып, біреудің шығармасын насихаттағымыз келмей қалады. Осыны мен өзімнен байқап жүрмін баяғыдан. Шетелде қанша кітабым шығып жатыр. Англияға Құдайдың құтты күні барып келген кездерім болды. Ал қазақ газеттері үндемейді, жасы орыс газет жазады. Міне осындай елміз кейде. Қайтеміз енді. Енді сіздің шаршап отқан неңізге қарамастан, енді қорытындылағанды айтайын деген, Құдай қаласа келесі жылы өзіңіздің де үлкен белес қой енді. Қандай керемет нелермен келе жатсыз. Мүмкін болса, бір шаршаған, басылған бір әдемі кезінде сізбен хабарласып, өзім бір сұхбаттар жазып алсам, рұқсат берсеңіз. Жарайды едік осы кино саласында ма? Осы өзімде бір немді қосайын да үлесімді. Осындай бір сыр сұхбат ретінде жасаймын ғой мен. Жарайды, жақсы. Жақсы енді. Ал, жарайды енді аман сау бол. Ерте Қызылордаға жүресің мен де?